Бәріне сәлем. Бүгін қазақстандық блогерлар туралы сөйлесеміз. Олардың пайдасы бар ма, жоқ па, және ол мәдениетке қандай үлес қосатыны туралы сөйлесеміз. Кеттік. Қазақстандық блогерлер қазіргі заманғы қазақ мәдениетін дамыту мен насихаттауда маңызды рөл атқарады. Цифрлық технологиялар дәуірінде әлеуметтік желілер ақпаратты жеткізу және қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін қуатты құралдарға айналды. Блогерлер елеулі аудиторияға ие болып, мәдени процестерге әсер ете алады және жаңа трендтерді қалыптастырады. Біріншіден, қазақстандық блогерлер дәстүрлі құндылықтарды заманауи шындықпен үйлестіре отырып белсенді түрде насихаттайды. Мысалы, Алина Молдабек, лақап атымен танымал блогер Алина Молдабекова, Инстаграмда бешбармақ пен бауырсақ сияқты дәстүрлі қазақ тағамдарының рецепттерімен бөліседі. Ол тек осы тағамдарды қалай дайындау керектігін көрсетіп қана қоймай, оларды маңызы мен тарихи туралы да айтып береді. Бұл мәдени мұраны сақтауға ықпал етеді. Тағы бір мысал, Шыңғыс Муслим блогері, ол ютубтегі видеоларында жастарды Наурыз сияқты халықтық мерекелермен таныстырып, олардың мәдени мағынасын түсіндіреді. Екіншіден, блогерлер әлеуметтік және мәдени мәселелерді талқылаудың катализаторлары болып табылады. Мысалы, Сара Аширова блогер және белсендісі Қазақстандағы әйелдер құқықтары мен гендерлік теңдік мәселелерін көтереді. Ол жеке әңгімелерімен бөлісіп, табысты әйелдермен сұхбат жүргізеді. Бұл қоғамдық пікірталастарды қозғап, жастарды қоғам өміріне белсенді қатысуға ынталандырады. Оның қаладағы әйел жобасы маңызды әлеуметтік тақырыптарды талқылау үшін платформаға айналды. Бұл қоғамға ашық көзқарастың қалыптасуына көмектеседі. Сонымен қатар, қазақстандық блогерлер жаңа өнер формаларын дамытуға ықпал етеді. Арт Қазақстан блогері жастардың суретшілері мен дизайнерлерін белсенді түрде қолдап, әлеуметтік желілерде олардың жұмыстарын жариялап, көрмелер ұйымдастырады. Мысалы, оның кураторлығымен өтетін қазақстандық сән апталығы жергілікті дизайнерлердің таланттарына назар аудартады және оларға кең ауқымда таныстыруға көмектеседі. Ақырында блогерлер түрлі мәдениеттер арасында байланыстырушы буынға айналады. Қазақстан шығыс пен батыстың қиылысында орналасқан, мәдени дәстүрлермен алмасу үшін ерекше мүмкіндіктерге ие. Дэвид Жұмағали, ол блогер, шетелдік әріптестермен байланыс орнатып, қазақ мәдениетін халықаралық аренада таныстыра отырып, стереотиптерді бұзуға және елдің оң имиджін қалыптастыруға көмектеседі. Оның қазақ дәстүрлері, атап айтқанда бүркіттен аң аулау және ат ойындары туралы видеолары Қазақстаннан тыс жерде танымал болды. Бұл қазақ мәдениетінің байлығына назар аудартады. Осылайша қазақстандық блогерлер тек қазіргі заманғы қазақ мәдениетін дамыту мен насихаттаумен айналысып қана қоймай, сонымен қатар оның трансформациясынан бейімделуіне және жаһандық мәдени контексте интеграциясына елеулі үлес қосады. Олардың жұмысы әртүрлі және ашық мәдени орта қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл сөзсіз қоғамды жалпы алғанда байытады. Мен атым Арслан, сізбен болған Назар FM медиасы. Көріскенше.